Қайырлы күн барша қазақ елі. Мен жаңа таңертең история салған болатын. Өйткені маған көптеген сұрақтар келіп жатыр өзімнің парақшама. Яғни заңды некеге отырмай азаматтық некеде болып, азаматтық некеден туылған балаға алимент алуға бола ма деген сияқты сұрақтар келіп жатыр. Азаматтық некеде отырып, заң некеге отырмай, бала дүниеге келген жағдайда алимент алуға болады. Яғни ол үшін сіздер азаматтық тәртіппен сотқа жүгініп, соттан әкелікті анықтау және алимент өндіру деген сияқты талаптар қоюға болады. Сот әкелікті танылғаннан кейін алимент өндіреді. Ал енді сотқа керек құжаттарға, мысалы, сіздің жолдасыңыз егер де сотқа келіп өзі мойындаған жағдайда, баланың әкесі екенін мойындаған жағдайда, ол кезде жаңағы сот онда талапты қанағаттандырады. Ал егер де баланың әкесі сотқа келіп баланың әкесі емеспін деп даулайтын болса, онда сот сараптама тағайындайды. Яғни бала мен әкесі, сосын анасы үшеуінен қазіргі уақытта сараптаманың оңайлатылған несі шықты, тәртібі шықты. Яғни ауыл осынан сілекей безінен сілекейін алып, үшеуінің сілекейін алып, әрі қарай сараптамаға жіберіп, сол жерде әкелігін жаңағы анықтауға болады. Яғни сараптама қорытындысы бойынша баланың әкесі емесі анықтауға болады толығымен. Бұл енді жаңағы сіздің жолдасыңыздың сотқа келіп мойындамаған жағдайда сараптама тағайындалады. Ал егер де сотқа келіп мойындап әкесі екенін растаса, ондай жағдайда сот сараптаманың қажеттілігі керек емес деп тауып, әрі қарай шешімін шығара береді. Бұл тек қана сот арқылы шешілетін мәселе. Ал егер де сотқа дейін мүмкін сіздің жолдасыңыз әкесі екенін мойындап, ахат бөліміне, яғни ЗАГСке барып, өзінің әкелігін тану туралы өтініш беретін болса, және де соның анасы да өтініш беретін болса, осы баланың біз заң некеге отырған жоқпыз, азаматтық некедеміз, бірақ баланың әкесі осы кісі деп, мысалы, ол кісі өзі жаңағы әкелікті тану туралы өтініш берсе, сіздің тарапыңнан да өтініш беретін болсаңыз, ол сот сақта әкелікті ЗАГС ахат бөлімі танып береді. Әкелік танып, баланың туу туралы куәлігіне әкелікті танытып, сол жерде тегін алуға болады. Бұл енді сотқа дейінгі өзара егер келісіп жатқан жағдайда шешілуге болатын мәселе. Ал егер де келісімге келе алмаған жағдайда тек сот арқылы жоғарыда айтып өткендей тәртіппен жасауға болады. Осыны мен сіздерге айтқым келеді. Өйткені көптеген сұрақтардың басым бөлігі осындай болып жатыр. Сол сұрақтарға осы жауапты тыңдап, әрі қарай сотқа әрекет жасауларыңызға болады. Тағы да сұрақтарың болып жатса, біздің дирекке жазыңыздар, жеке парақшамызге мүмкіншілігіңіз болып жатқан жағдайда өйстіп сіздерге пост салып, өздеріңізге кеңес беріп отырамыз. Осы жерден кеңесті алуларыңа болады. Тағы да сұрақтарың болып жатса, түсінбей жатқан жерлерің болып жатса, біздің парақшада ұялы телефон көрсетілген, тікелей өзіме хабарласып, тағы да толығырақ кеңес алуларыңызға болады. Сонымен қатар қорғаушының көмегі керек болса да, егер осыны жүзеге асыруға өзімнің мүмкіншілігім жоқ, осынан қорғаушы сіз осыны жүзеге асырып, бізге әкелікті танып, алимент өндіріп беруіңізді сұраймын дейтін болсаңыз, біздің көмегімізге жүгінсеңіз болады. Біз өзіміз сотқа талап арыз беріп, өзіміз қатысып, сотта сіздің мүддеңізді қорғайтын боламыз. Сондықтан хабарласыңыздар, түсінбей жатқан сұрақтарым болса, біздің осы шартқа жазыңыздар.